Сіздер білесіздер ме? Үндістан мынау Ұлыбританияның ықпалынан қалай шыққанын. Олардың азаматтық бірлігі болды да. Бірлігі болғанда білесіздер, олар Үндістан колониясы болды да, мынау Ұлыбританияның. Бірақ оларды қалай жеңіп шыққанын оқысаңыздар, былай ғой, олар өздерінің корпорацияларына келеді, компанияларына келеді. Енді сол өндіріспен айналысып жатқан кезде үндістандықтар өздері мынау азаматтық, патриоттық несін етіп, сол Ұлыбританияның компанияларымен жұмыс істеуге бас тартады. Өнімдерін алмайды. Сонымен олар банкрот болып, өздері жалып, ақырында өздері кете бастайды. Оны не үшін айтып отырмын? Бізде де қазір мінекей бәрі айқайлайды, Қазақстанның өнімдерімен қолданайық, бүйтейік, сөйтейік деп, бірақ арзанға жүгіріп кетеді. Бірақ олардың арзан болғанымен сапасы жоқ. Дұрыстап оқысаңыздар, мынау бүкіл содержание дейді ғой, соның бәрін оқысаңыздар, оның ештеңесі жақсылығы жоқ. Кіріспе нәрселердің бәрін зерттеп қолданғандарыңыз дұрыс. Біздің міне қазақстандық өнімдеріміз өте керемет, сапалы деп ойлаймын. Ойлағандай емес, ол шынында да дәлелдеп жатыр. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Әңгіме сол өндірістерде ғана емес, әңгіме біздің бірлікте. Бізде бірлік болса, күш болады. Білесіздер ғой, мынау адами ресурс, әр елдің адами ресурсы ең бастысы. Сол адами ресурс қалай жасайды, қалай бірігеді, қай жаққа қарай тартады, солай болады. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді қалдырыңыз. Осын талқылайық.